Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге Бекзат. Бүгін мен осындай керемет қамыры езілмейтін әрі дәмді болып шығатын сочный мантыны сіздермен бірге әзірлейтін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар және де каналыма тіркеліп қойыңыздар, тіркелмеген болсаңыздар. Ең алдымен мен құрғақ ыдысқа 3 кесе ұнымды салып, оған 1 жұмыртқа қосып, жарты қасықтай тұз салып, үйдің температурасында тұрған сумен осылай қамырымды жақсылап илеп алатын боламын. Біздің қамырымыз қатты болмауы тиіс және де бұлшырап, қатты жұмсақта болмауы керек. Сол үшін орташа қамырды илеуіміз керек. Мінекей осылайша қамырымыз дайын болды. Мінекей осылай жақсылап қолдың күшімен бастырып және де бетін жарты сағатқа жауып қоямын. Арасында тағы бір бастырып қоямын. Енді мен 1 келі сиырдың фаршына 1 келі пияз қосып салатын боламын. Пиязымыз неғұрлым көп болса, мантымыз дәмді әрі сочный болып шығады. Және де мен бұл жерде 4 түйір картоп қосамын. Сіздер картопты қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да өз еріктеріңіз. Ал біздер картопты қосқанда жақсы көреміз. Мінекей осылайша дәміне қарай тұз, бұрыш сеуіп, оны барлығын араластырамыз. Және де мен бұл жерде 2 ас қасықтай сұйық май құйдым. Если фарштарыңыз майлы болса, қоспай-ақ қойсаңыздар болады. Ал мен бұл жерде қостым. Енді мен барлығын басын біріктіріп, жақсылап араластырып аламын. Мінекей салмасы дайын болды. Енді мен манағы тынып тұрған қамырды шетінен кесіп пайдаланатын боламын. Негізі мантыны кәдімгідей түйуге болады. Мен бүгін мантыны ерекше тию әдісімен сіздермен бөлісемін. Өте әдемі, керемет болып шықты. Мінекей осылайша дөңгелек қылып, қамырымызды жайып, ортасына салмасын салып, бірінші ұшын жабыстырып, содан кейін 2 жақтан ала отырып, мантыны бүреміз. Өте оңай әрі тез, және де мантының түрі әдемі болып шығу үшін мінекей осылайша ерекше қылып түйдім. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Тағы да бір түрін көрсетейін қайталап. Сондықтан барлығын осылай тез жасап шығуға болады. Қолды ортасына салып, 2 жақтан тек жабыстырып отырасыз. Бүріп, сол кезде осылай 2 ұшын артқа қарай қайырып жіберуге болады. Мінекей. Осылай қайталап жасасаңыз, қолыңыз жаттығып, тез жасайтын боласыз. Сондықтан ерінбей жасап қараңыздар. Ерекше әдемі болып шығады. Мінекей, мен бұл мантыны 40 минутта мантаваркіде буда пісіріп алдым. Өте дәмді, керемет болып шықты. Мінекей езілмей, жабыспай, өздеріңіз видеода көріп тұрғандай өте дәмді көрінеді. Сондықтан менің рецептім сіздерге ұнаса, жасап қараңыздар, үй іштеріңізді қуантыңыздар және тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.